Сұрыптау қай жерлерде ұйымдастырылған? Жаңаөзенде, негізі сұрыптау осы Жаңаөзенде, Баяндың полигонының басында 18 жылы алғашқы рет алып келдік, содан бірінші болып бастады. Сол енді қазір жұмысын сол жерде бастайын деп жатыр. Сол Баянның қасында полигонда тағы да 3 компания сол жерде жұмыстарын істеуге, біреуі версии бастады істеп жатыр, біреуі қазір құжаттарын ұйымдастырып жатыр. Баяндамаңызда көрсетілген 25%-ның үстіндегі сұрыптау көлемі, ол сонда сол 2 полигонның беріп тұрған көрсеткіші. 2 полигонның беріп тұрған көрсетті. Құрметті әріптестер, аудандар әкімдерінің орынбасарлары, Ақтау қаласының әкімінің орынбасары, мынаған көңіл аударуларыңызды сұраймын. Ауыз толтырып республикалық деңгейде бізде 25%-ның үстінде деп айтуға үлкен көрсеткіш, бірақ 2 нүкте беріп отырсының барлығын. Ал басқалар әрқайсысы соны ұйымдастырса, ол одан да жақсы іс болар еді. Көңіл аударуларыңызды сұраймын. Мынаны бәрін хаттамаға салыңыздар. Кім жазып отыр? Тазалық мәселесі өте өзекті. Қарасаңыздар, елді мекендер барлық жерде шашылып жатыр. Қандай мәселе? Кеше көрдіңіз ғой? Қазірдің өзінде де жолдың екі жақ беті, қаланың іші. Бізде барлығы бәсекелестік ортаға берілген ғой? Барлығы бәсекелестік ортаға берілген. Қаланың ішінде де бірнеше компаниялар бар, осы тасуменен айналысатын. Енді бұл жерде біз көбінесе мәселе қылып айтып отырғанымыз, осы қалдықтарды жинауға арналған арнайы техникамен тасу. Бұл жерде 2 мәселе бар, бұл Бейнеу ауданында және Маңғыстау ауданында. Бұл жерде қандай техника қолдарында бар, сонымен ғана тасиды.